Тақырып: магнитті қасиеттер. Оқушылар, мына суретке назар аударып, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Магнит туралы не білесіздер? Бұрын-соңды магнитпен кездесіп көрдіңіздер ма? Егер сіздер магнитті өмірде қолданып көрсеңіздер, магнитті бір-біріне жақындатсаң, тебіледі. Ал керісінше жағын қаратып жақындатсаң, бір-біріне тартылады. Бұл құбылыс қандай құбылыс? Қазір осы туралы өтеміз. Және не үшін олай болатыны туралы ақпарат аламыз. Магниттің солтүстік және оңтүстік полюстері болады. Солтүстік полюсті N әрпімен белгілеп, көк түспен бояйды. Оңтүстік полюсті S әрпімен белгілеп, қызыл түспен бояйды. Полюсі бірдей магниттерді бір-біріне жақындатса, тебіледі. Ал полюсі әртүрлі магниттер бір-бірінен тартылады. Оқушылар, заттар магнитті қасиетке ие болу үшін не істеу керек? Монетаны, мыс сымның бөлігін, алюминий қасықты немесе күміс әшекейді магниттеп көр. Қандай металдарда осындай қасиет бар? Ойланыңыздар. Қайшыны магнитке үйкеу керек? Басқа заттарды магниттеуге бола ма? Сұрақтың жауабы: құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі. Сен білесің бе? Біздің ғаламшарымыздың қойнауында темір мол. Сондықтан ғаламшардың магнитті қасиеті күшті, тіпті жерді өте үлкен магниттеуге болады. Адамдар көкжиек тұстарын анықтау үшін компасты қолданғанда, ол жер магнитінің солтүстік және оңтүстік полюстерін көрсетеді. Міне қызық, иә? Енді оқушылар, осы алған мәліметтерімізді қорытындылай отырып, мынандай сұрақ қоям, жауап беріңіздер. Ойланыңыздар. Бұрағыштар мен қысқыштарды не үшін магниттейді? Назарларыңызға рахмет. Сұраққа жауап беріңіздер. Сіздерге сәттілік.